Саламатсыздар ма, мені көріп отырған оқырмандарым. Бізге сіздерді мен егіндермен таныстырамын. Қазір біз су беріп отырмыз. Мінекей пияз мен чеснок, қияр екілген. Мына жерде бізде жүзім. Қазір жүзім гүлдеп салатын кез. Жапырақтары, бұл жапырақтарын алып тамақ істеуге болады. Долма, менің каналымда долма тамағы бар, дайындап қойғанмын. Видеосын көрсеңіздер болады. Мың бір пайдалы ақпараттарды түсіріп отырмын. Мына жерде мүлде су ағып жатыр. Бізден адыртымыз, қиярдан кейін помидор, картошка егілген. Мына жерде үлкен огородымыз бар. Мына жерде бізде тауықтарымыз. Тракторым бар, күйеуімнің тракторы. Жер айдайды, мақта егеміз. Оны да түсіргенмін, видеосын каналымда бар, болады. Тауықтардың жұмыртқасын алуға кіріп жатырмын. Осындай әдемі тауықтарымыз бар. Мына жерде 2 штук. Мына жерде 3 штук. Бүгінгі жұмыртқа осындай туады. Қызғалдақтар бар бізде. Осындай. Болгарскінің жанында қияр, сәбіз, чеснок. Чеснок піскенеге мынандай қылып ұшын байлап қоямыз. Кейін қазып алмады. Әлі біраз тұрады ол. Қиярымыз. Осындай жіпке орап өсірсеңіздер өте жақсы. Ол жерде тұрса қиын болады теруге. Астында мынандай темір қойып қойғанбыз. Темірге ипті байлағанбыз. Төбесінде осындай оралып өседі төбеге қарап. Помидорымыз әлі гүлдеген жоқ. Енді гүлдеп, енді салат. Алла қаласа помидор жейтін боламыз. Осылай жіпке оралып, төбеге қарап өседі. Ортасында тұрып, жинап аласыз. Есіктің алды бізде тауықтардың балапандары бар. Осыны көрсетейін сіздерге.
кішкентай балапандары бар. 8 дана. Анасы бұлардың қарнын тойдырып, қарап, жақсы өседі. Біздің есіктің алдыда мынандай гүлдер өсіп жатыр. Шөптермен бірге шөбін турап балапандарға береміз, тауықтарға. Менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетіңіздер. Пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Қызық видеолар салып отырамын. Каналыма тіркеліңіздер. Мынандай бізде ағаштар бар. Ағаштар алма салады, ала қаласа, өрік дегенде піседі. Астында бедейді малға, қойға орып береміз, астын тазалап. Сау болыңыздар, рахмет.